неше жылдардан бері еліміздің қауіпсіздікке қалай түсінесіздер? Терроризм, былайша айтқанда, адамзатта қазіргі Сирияда болып жатқан соғыстар діннен ауытқушылық, оны тәңіршілдік, басқаша дәріптейтін адамдар. Терроризмнің тамыры, діни экстремизм, біздің дін, мұсылман діні көбінде осы Евразия материгінде көбінде тараған. Еуропа бөлігіндегі солар бізден не болады? Бір-біріне неге соғысып жатыр? Зорлық-зомбылықта неге өлтіретін адамдар? Қылып шығады үкіметке, олардың қалауын орындау үшін біреуді заложник қылып алады, біреуді өзіне өлтірем. Ол үшін үкіметте отырған адамдар өзінің халқын ойлап, оларды қорғау үшін оларды соғысты. Сириядағы алып кету үшін жастардың тәуелділігін білуге, экстремизмге бейім болуы мүмкін. Себебі олар көбіне өмірдегі қарды тарату үшін қолданады. Бұл жастардың әсіресе сезімтал болуына әкеледі. Үшінші жағдай, төтенше пікірлер мен қатты дамыған соншалықты Сирия туралы видеолар әлеуметтік желіде өте көп тараған. Тез алдауға, тез арбанатын балдарды, жастарды іздеп жүреді ол. Жайлап өзінің дініне тартып бастайды балдарды. Сондықтан мешітте ілімді де негізгі жүрекке, миға, бәрімізге пайдасы бар. Оны деген білу, оқу, қарсы күрестегі маңызды құрал. Діни экстремизмнің қауіптері туралы білім жастардың бір-бірімізге деген сенімді арттыруымыз керек. Заңдар мен толеранттылық пен бір-бірімізге деген керемет маңызды керек. Яғни бізден басқа, мұсылман дінінен басқа түрлі адасушылар бар. Мысалы, бізге біреуіне халал әртүрлі ол бөліне береді. Ал және де біздің мұсылман дінінен басқа қандай діндер барын білесіздер? Қазақстанда діни саясат бірнеше жылдардан бері толеранттық және диалогқа бағытталған. Тыныш! Мен бітіріп тастайын деймін, оқушылар. Құттай қалып шыдамшы, жіберім біз. Мемлекеттік діни саясат ықпал етеді. Және дін басқармалары мен тығыз қарым-қатынаста орнатылған діни экстремизмнің алдын алуға бағытталған. Жастардың рөлі, жастардың діни экстремизмге қарсы күресте маңызды рөлі бар. Олар ақпараттық шынайылығын тексеруді үйрену керек. Көрдіңіздер ғой, әлеуметтік желідегі ақпараттардың да рөлін, шынайылығын тексеріп алу керек бірінші. Жастар әлеуметтік желілерде экстремистік мазмұнны мен ақпаратты қол жеткізу керек. Экстремизм бұл қауіпті құбылыс, бірақ білім, қолдау және толеранттылық арқылы оған қарсы тұруға болады. Сонымен бүгінгі тақырып сіздерге сәлде болсын. Басқаша дәріптейтін адамдар. Терроризмнің тамыры, діни экстремизм, біздің дін, мұсылман діні көбінде осы Евразия материгінде көбінде тараған. Еуропа бөлігіндегі солар бізден не болады? Бір-біріне неге соғысып жатыр? Зорлық-зомбылықта неге өлтіретін адамдар? Қылып шығады үкіметке, олардың қалауын орындау үшін біреуді заложник қылып алады, біреуді өзіне өлтірем. Оларды тарату үшін қолданады. Бұл жастардың әсіресе сезімтал болуына әкеледі. Үшінші жағдай, төтенше пікірлер мен соғыстар. Сириядағы алып кету үшін жастардың тәуелділігін білуге, экстремизмге бейім болуы мүмкін. Себебі олар көбіне өмірдегі. Ол үшін үкіметте отырған адамдар өзінің халқын ойлап, оларды қорғау үшін оларды жайлап өзінің дініне тартып бастайды балдарды. Сондықтан тез алдауға, тез арбанатын балдарды, жастарды іздеп жүреді ол.
соншалықты Сирия туралы видеолар әлеуметтік желіде өте көп тараған. Қарсы күрестегі маңызды құрал. Діни экстремизмнің қауіптері туралы білім жастардың ілімді де негізгі жүрекке, миға, бәрімізге пайдасы бар. Оны деген білу, оқу, толеранттылық пен бір-бірімізге деген керемет маңызды. Түрлі адасушылар бар. Мысалы, бізге біреуіне халал болып, әртүрлі болып бөліне береді да, ал және де біздің мұсылман дінінен басқа қандай діндер барын білесіздер? Бәрекелді. Қазақстанда діни саясат бірнеше жылдардан бері толеранттық және диалогқа бағытталған. Тыныш! Мен бітіріп тастайын деймін, оқушылар. Құттай қалды, шыдаңызшы, жіберіңіз. Мемлекеттік діни саясат, діни экстремизм бұл қауіпті құбылыс, бірақ білім, қолдау және толеранттылық арқылы оған қарсы тұруға болады. Сонымен бүгінгі тақырып сіздерге сәл де болсын мен ақпаратты қол жеткізу керек. Керек. Яғни бізден басқа, мұсылман дінінен басқа бір-бірімізге деген сенімді арттыруымыз керек. Заңдар мен қауіпсіздік басқаша дәріптейтін адамдар. Терроризмнің тамыры, діни экстремизм, біздің дін, мұсылман діні көбінде осы Евразия материгінде көбінде тараған. Бір-біріне неге соғысып жатады? Солар бізден не болады? Европа бөлігіндегі зорлық-зомбылықта неге өлтіреді адамдар? Қылып шығады үкіметке, олардың қалауын орындау үшін біреуді заложник қылып алады, біреуді өзіне өлтіріп, оларды тарату үшін қолданады. Бұл жастардың әсіресе сезімтал болуына әкеледі. Үшінші жағдай төтенше пікірлер мен соғыстар. Сириядағы алып кету үшін жастардың тәуелділігін білуге, экстремизмге бейім болуы мүмкін. Себебі олар көбіне өмірдегі ол үшін үкіметте отырған адамдар өзінің халқын ойлап, оларды қорғау үшін оларды жайлап өзінің дініне тартып бастайды балдарды. Сондықтан мен тез алдауға, тез арманатын балдарды, жастарды іздеп жүреді ол. Қатты дамыған соншалықты Сирия туралы видеолар әлеуметтік желіде өте көп тараған. Бір-бірімізге деген сенімді арттыруымыз керек. Заңдар мен қауіпсіздік күрестегі маңызды құрал. Діни экстремизмнің қауіптері туралы білім жастардың ілімді де негізгі жүрекке, миға, бәрімізге пайдасы бар. Оны деген білу, оқу, толеранттылық пен бір-бірімізге деген керемет маңызды. Ons керек. Яғни бізден басқа, мұсылман дінінен басқа. Қазақстанда діни саясат бірнеше жылдардан бері толеранттық және диалогқа бағытталған. Тыныш! Мен бітіріп тастайын деймін, оқушылар. Құттай қалды, шыдаңызшы, жіберіңіз. Мемлекеттік діни саясат біреуіне халал болып, әртүрлі болып бөліне береді да, ал және де біздің мұсылман дінінен басқа қандай діндер барын білесіздер? Бәрекелді. Түрлі адасушылар бар. Мысалы, бізге мен ақпаратты қол жеткізу керек. Экстремизм бұл қауіпті құбылыс, бірақ білім, қолдау және толеранттылық арқылы оған қарсы тұруға болады. Сонымен бүгінгі тақырып сіздерге сәл де болса ықпал етеді. Және дін басқармалары мен тығыз қарым-қатынаста орнатылған діни экстремизмнің алдын алуға бағытталған. Жастардың рөлі, жастардың діни экстремизмге қарсы күресте маңызды рөлі бар. Олар ақпараттық шынайылығын тексеруді үйрену керек. Көрдіңіздер ғой, әлеуметтік желідегі ақпараттардың да рөлін, шынайылығын тексеріп алу керек бірінші.
жастар әлеуметтік желілерде экстремистік мазмұнны